Сәлеметсіздер ме балалар? Бұл математика сабағының 7-ші сабағын бастаймыз. Қосу және азайту бірінші есеп. Тақтадағы жазуларға қара, түсіндір. Бұл жерде балалар бізде бір саңырауқұлақ берілген, жанына екеуін қосып қойған. Демек 1 қосу 2 тең 3. Келесі есеп 3 азайту 1 тең 2 деп тұр. Демек 3 базада 3 гүл бар, оның біреуі солып қалған. Тең, сонда 2 қалады. Суретке мән берейік балалар. 2 алма тұр, ол 2 алмаға 1 алманы қосқан. Демек 2 қосу 1 тең 3 болады. 4-ші суретте 3 банан берілген, оның екеуі ашып, уже жеп қойды, сонда 3-тен азайтамыз 2-ні тең 1 болады екен, балалар. Балалар, мен сіздерге түсінікті болу үшін оң жағына да жазып қойдым. Келесі есепке көшейік. Екінші есеп. Балалардың қалай есептегенін айт. Балалар, қараңдар, 1 қосу 2 деген жазуды көріп тұрсыңдар, Демек, біздің 2 деген санымызды 1 және 1 деп бөліп алуға болады. 1-ге 2-ні қоссақты 3 болады. 2-ні 1 және 1 деп бөліп алсақ та, 1 қосу 1 деп жазсақ та, жауабы 3 болады. Келесі есепте 3 азайту 2 деп тұр. 3 азайту 2 деген кезде балалар 2 санын жаңағы айтқандай 1 және 1 деп құрамын бөлуге болады. Демек 3-тен 2-ні алсақ та 1 болады. 3 азайту 1 деп есептесек те жауабы 1 болады. Астыңғы суретте балалар 1, 2, 3 деп жалғаса береді, әрбір сан жалғасқан сайын оған 1 сан қосылып отырады. Демек 1 қосу 1 тең 2, оған 1-ді қосамыз 3, оған 1-ді қосамыз 4 деген секілді. Келесі есепте 3, 2, 1 деп кері санасақ, демек 3-тен 1-ді аламыз 2, 2-ден 1-ді аламыз 1, 1-ден 1-ді аламыз 0, кері қарай азайтқан кезде 1 санға кеміп отырады балалар. Есіңде сақта, 2 санын бөліктеп қосуға және азайтуға болады дейді. Балалар, және мен түсіндіргенде 2 санының 1 және 1 деп бөліп алуға болады. Келесі есеп. Үшінші есеп. Сандардың қосындысы мен айырмасының мәнін есепте. Балалар, 1 қосу 1 қанша болады? Әрине 2. 2 азайту 1 тең 1. 3-тен 1-ді азайтамыз тең 2. Өте оңай, балалар. Келесі есепке көшейік. 4-ші есеп. Суретке қара, неше жеңіл машине, неше автобус, неше шырша бар. Цифрлар мен таңбалардың көмегімен жаз. Балалар, ең бірінші жеңіл машинелерді санап көрейік. 2 машина оңға қарай кетіп бара жатыр, 1 машина солға қарай кетіп бара жатыр. Демек, жеңіл машинамызды қалай қосамыз? Дұрыс, 2 қосу 1 тең 3 деп қосамыз. Келесі автобусты есептейік. Балалар, 1 автобус оң жақта, 2 автобус сол жақта тұр, демек 1 қосу 1 тең 2 деп жазамыз. Енді шыршамызды есептейік. Оң жақта 1 шырша, сол жақта 2 шырша тұр. Демек, 2 қосу 1 тең 3 болады. Енді балалар, келесі есепке көшейік. 5-ші есеп. Суреттер мен жазуларды салыстыр. Балалар, біз мына жерде қай суретке сәйкес келетінін табу керекпіз. Демек, 2 бала тұр және 1 қыз бала тұр. 2 қосу 1 тең 3. Осыған сәйкес келеді, балалар, сол жақтағы суретке. Келесі 1 қосу 2 тең 3 деген есеп қай жерге сәйкес келеді? Оң жақтағы суретке сәйкес келеді. Қыз баладан 1, ол баладан 2. Демек, 1 қосу 2 тең 3 болады. Балалар, бүгін осымен сабағымыз аяқталды. Бізге міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Сау болыңдар.